Армысыздар, астанада жел соғып тұр. Телефон қуатталған, микрофондар қуатталған. Дайынбыз, міне келіп қал. Адам өте көп. Digital Bridge 2025 көрейік енді. Адам шынымен өте көп. Міне қарап көріңіз, мынау кезектің қайдан басталып, қаншалықты жерде созылып тұрғанын көре аласыз. Және де бұл екі кезектің тек біреуі ғана, жолдың арғы бетінде тағы біреуі болды. Шамамен жарты сағаттай кезекте тұрып өттік, білезігімізді алдық. Енді алдыңғы жылдардағы тәжірибеге сүйенетін болсақ, үстіндегі конференция залдарында жаңағы панельдік сессиялар болып жатады. Мына жерде негізгі алаң, жаңағы стартаптар алаңы және де басқа да іс-шаралар осы жақта өтіп жату керек. Қателеспесем, қазір панельдік сессияларға өту өте қиын болады, адам өте көп болады. Қазірдің өзінде, мына жердің өзінде адам көп. Бірақ мен өзім барғым келген бір-екі спикерлер бар, соларға өтуге тырысамыз. Айтқаным айдай келді деуші ме еді? Дәл міне керемет әйгілі спикерлер сөйлейтін конференцияға өтуге мүмкіндік жоқ. Волонтерлар өткізбей тұр. Адам лық толы. Алайда сіздер дәл осы сахнаның масштабын сезіну үшін ешқандай спикер сөйлеп жатпаса да, кейін адам азайған кезде кіріп бейнеге түсіріп алдым. Ұялы телефон дәл осы масштабты жеткізбеуі мүмкін, бірақ қарап сезініп көргендеріңізді қалаймын. Өте керемет, өте үлкен масштаб. Дәл осы сахна тәріздес, бірақ сәл кішіректеу екінші сахнада болды. Ол жерде де басқа спикерлер, басқа тақырыптарда сөз қозғап. Оның да масштабы өте керемет. Сапасы, дауысы, бәрі жоғарғы деңгейде болды. Арғары негізгі алаңға кіре салысымен мен осындай Яндекс жеткізудің сүйкімді роботы күтіп алды. Одан кейін ұлттық нақышта жасалған Каспийдің осы стенді көзге ерекше көрінді. Арғарай крыша колеса алаңында осындай қызықты ойын ойнап, кішігірім сый-сияпатқа да ие болдым. Үлкен алаңның негізгі бөлігі стартаптарға берілген екен. Биыл оларды бір сарынды, бір стильде безендіріпті. Осылардың ішінде бірнешеуі мен көзіме түсті. Инфакториал стендінде түрлі AI аватарларды жасапты, бірақ өкінішке орай дәл сол сәтте оларды тексеріп көре алмадық. Идеясы сонда сіздерде белгілі адамдардың аватары, иә? И аватары. Олар өз темалар бойынша өте мықты эксперттер. Сіздің әртүрлі сұрақтарыңызға өте детальдік жауап айта алады. Ең көзіме қалан математика тренажерінің стенді мен біздің арнада арнайы видео түсірілген Иссай институтының стенді көрінді. Ерекше безендірілген стендтердің қатарына үстіне көп жүкті үйіп алған индрайвердің көлігі мен джет самокаттардың стендін атап өтуге болады. Digital Bridge 2025 қызу жүріп жатыр. Осы жерде түрлі адамдарды кездестіруге болады, және осы жерде мен кездестірген адамдардың бірі саласына елеулі өзінің үлесін қосып жүрген, ақпаратпен бөлісуге барынша тырысып жүрген Тимур ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бұл Digital Bridge интернеттен қарап алсаңыздар болады. Дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылып келе жатыр. Бірақ биыл адам қарасы өте көп екен, соған қуанып отырмын. Өйткені біздің қазақ халқы бүкіл әлем дамып жатқан технологиялық дәуірде артта қалмай, ілесіп, жұртпен бірге дамыған дұрыс, қажет және өте маңызды. Енді өкінішке қарай, енді бұндай шараларда қазақ тілі бір есіктен, босағадан сығалап қалатын жайттары бар. Сол жері кішкене көңілге кірбің ұялатады. Тілегім сол, тынбай еңбек ету керек. Жасанды интеллект бұл тек қана IT мамандардың құралы емес. Сондықтан мен IT маман емеспін, маған жасанды интеллект қажет емес деп кері тартпау керек. Сосын әр салада қазақша, қазақ халқына, қазақ қоғамына қажет IT өнімдерді жасау керек. Жасанды интеллект технологиясына қатысты барлық нәрсені жасап тастады, бізге ештеңе қалған жоқ деген ойда. Жоқ, олай емес. Сондықтан да айналаңызда адамдар қандай мәселеге жолығып жүр, сол шаруаны алып шетінен керте беру керек. Бәрекелді. Рахмет. Арғарай мен басында айтқан қатысқым келетін панельдік сессиялардың біріне келдім. Бұл жерде негізгі тыңдағым келген ол Мета компаниясының өкілі мен Назарбаев университетінің профессоры және Иссай институтының негізін қалаушы Атакан Варол мырзаны тыңдауға келдім. Llama to create whatever domain you're in. So that's the future. I think you're just going to see in every domain. You could be in semiconductors, you could be in medicine, you could be in manufacturing, automotive. We're going to see more and more domain-specific models being trained for that purpose, and open source allows for that.
Азиз мырза Мета компаниясының Llama деп аталатын open source'ты LLM-ын атап өтті және де оның кез келген салада қолданғанын құптайтынын айтты. Сонымен қатар осы LLM-нің негізінде KazLLM жүйесі құрылғанын да атап өтті. Енді ол туралы толығырақ Атакан мырза да сөз қозғайды. And I am a very fortunate person to work with the smartest people in Kazakhstan and also to learn from them, because as much as I teach them, I learn from them much more. Арғары көрменің негізгі алаңын аралауға беттедім. Осы жерде көптеген қызықты стендтер болды. Алайда мен үшін ең қызық болған және де мен үшін ең маңызды болған бөлік ол Robotics Zone деп аталады. Роботтар. Қарсы алыңыздар. Шынымды айтсам, ештеңе айтпай, жай осы роботтарға қарай бергім келеді. Алайда қысқаша ғана ақпарат беріп кетейін. Жалпылама роботтар алаңы бірнеше бөлікке бөлуге болады. Бұл жерде робот иттер көрсетілген. Олардың түрлі форматта, түрлі өлшемде, әртүрлі әрекет істеген жағдайларын тамашалауға болады. Арғарай түрлі жарыстарға қатысқан робот көліктер кейін ақырындап біз дрондардың аумағына жылжи береміз. Осылайша дрондармен дрон футбол ойнап жатыр, ал бұдан үлкен ағаларымен тіпті әртүрлі тапсырыстарды орнына жеткізіп жатыр екен. Міне қарап көріңіздерші, қаншалықты үлкен дрондар. Арғары ең қызығы адам тәрізді роботтар. Осылайша олармен қол алысып, амандасып, сіздерге ыстық сәлем жолдап жатырмыз. Олардың кейбірі сізді осындай сүйкімді бейнемен күлімдеп қарсы алып, сізге пайдалы ақпарат беріп, жол сілтей алады. Ал мына робот неге ебедейсіз қозғалып жатыр деп таңғалмаңыз. Бұл жерде ағылшынша телеоперейшн деп аталатын әрекет орындалып жатыр. Яғни оператордың қозғалысын робот айна қайтасыз қайталап жатыр. Әрине, арнайы құрылғылардың көмегімен. Жалпы роботтық техника ғылымында бұл өте қажетті әрекеттердің бірі. Сол арқылы роботта қажетті ақпараттар жиналып, сол ақпараттың негізінде роботты шынайы әрекет жасауға үйретеді. Мына робот төбелесуге дайындалып жатыр ғой деп ойлап қалсаңыз, қателескен жоқсыз. Ары қарай нағыз төбелес болды. Прошу, пожалуйста, поднимайся! Вставай! Давай, Адам! Вставай! Вставай! Турецкую борьбу подключай. Осылайша әйгілі Digital Bridge көрмесі өтті. Менің көңілмен 100% шықты. Бұл жерде мен өте қызықты ақпараттар жинап, жаңа адамдармен танысып, өте уақытымды пайдалы өткіздім деп ойлаймын. Жалпы видео сізге қалай болды? Егер ұнаса, міндетті түрде пікір жазып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше. Рахмет.